Байқағаным, қазір көп әйелдерде замершая беременность, бесплодие, выкидыш деген мәселелер көп туындайды, және мен қай ортаға бармасам да осы мәселе көтеріліп жатады. Соның салдарынан көп отбасы экоға жүгінуге тура келеді. Оның үстіне сол эконы бір салғаннан, яғни бірінші попыткадан алып кетсе мейлі ғой, бірақ одан кейін екінші, үшінші рет жүгінуге тура келіп жатады. Оған да жай еріккенен бармайды ғой, бала керек болғандықтан барады. Мынандай сұрақ туындайды, достар. Жалпы бала көтермеудің салдары неде? Оның мәселелері мынада деп білемін. Өйткені мен көптеген қыздармен, келіншектермен, әйелдермен тілдескен кезінде олардың жаңағы ауруы жанына батпай, гинеколог маманына мүлдем жүгінбейді екен. Яғни уақытылы дәрігерге бармайды. Соның салдарынан миома, киста, эндометриоз, эрозия секілді аурулар әбден асқынып кеткеннен кейін бірақ біліп жатады, сол кезде бірақ жүгінеді ғой. Енді мойындау керек, қыз келіншектердің көбісі солай жүреді. Денсаулыққа, әсіресе әйел денсаулығына салғырт қарауға болмайды, өйткені ол болашақ ана болғандықтан ол қыз кезінен бастап өзінің денсаулығына мұқият қарау керек, дәрумендерді уақытылы ішу керек. Дәрігерге міндетті түрде айына бір рет барып тұру керек. Осы аурулардың бар жоғын біз қай кезде біліп жатамыз? Внематочный беременность болған кезде ғана білеміз де, сосын дабылғаға бастаймыз. Негізі дәл қазір мені көріп отырған тұрмыста емес қыздар, тұрмыстағы келіншектер сіздерге құлаққа. Сәлем, инста әлем, қалайсыздар? Мен қазір құрбы шайға келдім. Өздеріңіз білесіздер ғой, қыздарский әңгіме, қыздарский тема. Ішінде жаңағы ешкімге айтпа, мен саған бірдеңе айтамын дейді. Бірақ артынан шығып кеткеннен кейін тағы да енді 32 тістің ар жағынан шыққан әңгіме 32 руға тарайтын, ол өтірік емес, сондықтан абайлау керек. Бірақ десе де ешкімге айтпа деген әңгімені мен сіздерге шыққанысын айтып беремін. Ал қазір мен кет. Ой, достар, 2 сағаттың қалай өтіп кеткенін байқамай қалдым ғой, былай фук ете қалды да. Бірақ енді қазір келесі кездесуіме бару керек, сондықтан мен ертерек шығып кеттім, қыздар қалды. Бірақ қыздар мен отырып, ананы айттық, мынаны айттық, өте көптеген қызықты тақырыптарды қозғадық. Соның ішінде пайдалы ақпараттар бар. Айтпақшы, онымен де сіздермен бөлісемін. Алдымен келесі локация, келесі кездесуіме жетіп алғаннан кейін сіздермен міндетті түрде бөлісемін. Сондықтан келесі стористерімді мұқият қараңыздар, я. Того шашым бар ғой, айғайлап кетті. Әңгімеден кейін. Қой кеттім мен.